Сәлем оқырман. Кеше Арунаны жобадан қуған болатын. Оны қуған редакция ма, әлде жүргізушілер ме? Альмира ханым мен балаусаның қандай қатысы бар, алда білесіздер. Аруна шындығын айтып ішінен жарылды. Аруна жобадан кеткеннің себебін балауса ханым айтып кеткен болатын. Көрерменге құрметі жоқ. Қысқа нұсқада сыйластық жоқ, миске отылып бара жатқасын қатыспады деді. Ал Аруна болса өзі жобаға келіп айтпаса да. Инстаграм парақшасында өзінің ойларын қалдырған болатын, оқып кетейін. Мен ештеңеге ренжімеймін. Просто сыртта жүріп, подножка берген адамға ренжідім. Бұл әңгімені бір рет емес бірнеше рет естігенмін. Онда бетіме күліп не керегі бар еді. Осымен бітсін, барлығыңызға рахмет, деді Аруна. Оқырмандарынан бірнеше сұрақтарына жауап берді. Мистен не үшін отказ бердіңіз? Ашып айта аласыз ба? Біткен іске сыншы көп демекші. Бұл туралы тіпті ештеңе айтқым келмейді. Қаппайтын ит алыстан үреді болып отырғанша. Аш құлақтан тиіш құлақ болып отырайын. Мүмкін неге келмегеніңді толығымен айтып берерсіз, ато шықпай қала салдыңыз. Бүгінгі сөз Алла білсе болды. Басқасы білмесе де болады. Уже нерв талшықтарым жоқ. Сондықтан жіпке тізіп отқанша. Спокойствиені биік қоятын көзге жеттім. Хайыры дейді ғой, бір есік жабылу керекте шығар, екінші бір есік ашылу үшін. Нұртас осы үшін не деді сізге? Нұртасты еш нәрседен хабарсыз қалдырған емеспін. Ол менің ойым немесе состоянием барлығыр біліп отырады. Осы мисс басталмай тұрып. Аруна Нұртасты осы титул үшін ғана пайдаланады деген алып қашпа әңгіме айтқан өсекшілер бар еді. Бірақ ол менің ісіме или мен оның ісіне араласпайды екенбіз. Бұл ситуация арамызға еш кері әсерін бермеді. Сонда сіз Нұртаспен таныстыққа эфирге барып тұрасыз ба? Бізде барлығы шүкір, кім не деп жамандаса да мен жайлы. Плохо получается у вас деп айтқым келеді сондай адамдарға. Сыртта да өмір бар ғой, біраз дүние орын алып жатыр бізде. Шүкір. Жас аралығы өздеріңізге байқалады ма? Иә, өлең тыңдағанда десем ба? Енді сәл-пәл болып тұрады ондай моменттер. Тик-тактаты приколды айтсан сәл түсінбей. Сондай мәйде шүйделер ғой, так байқалмайды. Сол қыздарға айтарым, не болса да стабильны жұмысы бар жігітпен жүргендерің дұрыс, деді Аруна. Ал сіз қалай ойлайсыз, Арунаны кім шығарды жобадан? Басқада білмейтін сырлар көп секілді.